достар, мен уәде еткендей сіздерге бүгін торттың шығынын қалай есептеу керек, торттан қаншалықты пайда көруге болатындығын және де көптеген маған қойылатын сұрақтардың бірі, торттан маған пайда бар ма, мен ешқашан пайда көрмедім, бұл менікі емес, адамдарға тортымның бағасын айтсам шошып кетеді деген көптеген сұрақтар қойылады. Шәкірттерімнен де сондай сұрақтар келеді. Қалай ақтасам болады, әлі мен пайда көрмедім деген сияқты. Кейде оформлениені, коробканы, подложканы есептемей сатып жіберетіндей күндерім болады деп көптеген сондай сұрақтарды естіп жүрем. Қазір мен сіздерге нақты тортымыздың шығатын шығынды есептеп, қалай есептеу керектігін көрсететін боламын. Біз қазір сұраныста яғни молочная девушка тортын, сүтті қыз тортын есептеп көрсететін боламын. Сүтті қыз торты. Яғни мен 20 сантиметрлікті алып пісірген кезде маған қажет 4 жұмыртқа. Қысқартып жаза берем. 400 грамм сгущенка керек. Потом 250 грамм un и 10 грамм разрыхитель керек. Енді сіз 20 сантиметр емес, 22 сантиметрде алуыңыз мүмкін. 22 сантиметрді алатын болсаңыз, сіз уже бұл жерде мына 4 жұмыртқа, 400 грамм сгущенка деген сізге жарамайды. Сондықтан бұл жерде біз 20 сантиметрдің квадратын аламыз. Яғни қазір 20-ны өзіне көбейтеміз. 400. Енді 22 сантиметрді тағы да өзіне көбейтіп аламыз. 22-ні көбейтеміз 22-ге. 484. Яғни осы 484 пен 400-ді бір бөліп алатын боламыз. Мысалы 484-ті бөлеміз 400-ге. 1,2. Яғни бұл екеуінен шығып тұрған 1,2. Бұл біздің қазіргі мына 22 сантиметрлік тортымыздың құрамын есептеуге қажет болады. Яғни 4 жұмыртқамызды көбейтіп аламыз 1,2-ге. 4,8 шықты, яғни біз 5 деп аламыз. 5 жұмыртқа кетеді. 5 жұмыртқа 400 грамм сгущенкамызды көбейтіп аламыз 1,2-ге. 480 грамм сгущенка шығады. Енді 250 грамм ұнымызды көбейтіп аламыз 1,2-ге. 300 грамм ұн кетеді. 10 грамм разрыхителімізді көбейтеміз 1,2-ге. 12 грамм разрыхитель кетеді. Яғни бізге 22 сантиметрде пісіру үшін 5 жұмыртқа, 480 грамм сгущенка, 300 грамм ұн, 12 грамм разрыхитель кетеді. Енді осылардың шығынын есептейтін боламыз. 5 жұмыртқа қазір біз қаншадан аламыз? 10 жұмыртқаны 450-ден, яғни 1 жұмыртқа 45 теңгеден. 45-ті көбейтіп аламыз 5-ге. 225 теңге. 225 теңге бізде жұмыртқаға шығады. Одан кейін 480 грамм сгущенкамызды есептеу үшін 480 грамм сгущенка бізде белгісіз, яғни X деп қоямыз. Бізде 1 килограммда 1000 грамм бар. 1000 грамм, яғни
біздің сгущенкамыздың килограммы қажет болады. 1 килограмм сгущенканы біз примерно 1200 теңгеге сатып алдық делік, 1200 теңге. Так, енді қараңыздар. 480-ді, мұндағы 480-ді 1200-ге көбейтеміз. 1200-ге. Бөлеміз 1000-ға. Яғни 576 теңге. 576 теңге бұл бізде сгущенкамызға шыққан шығын. 576 теңге. Енді біз ұнымызды есептейтін боламыз. 300 грамм ұн бар, яғни белгісіз. 1 килограммда 1000 грамм бар. Оның килограммы қазір примерно 350 теңге деп алайық. Енді 300-ді көбейтеміз 350-ге, бөлеміз 1000-ға. 105 теңге. Яғни бізде ұнымызға 105 теңге шығады. 105 теңге. Енді разрыхителімізді есептейтін боламыз. 12 грамм разрыхитель, белгісіз 1000 грамм. Разрыхительдің килограммын примерно 1200 теңгеден алсақ, қараңыздар, 12 көбейту 1200 бөлу 1000-ға 14 теңге. Разрыхительға бізде 14 теңге шығады. Егер біз пачка деп сатылады ғой, 35 теңге, 45 теңге солай алсаңыз, сіз солай қосасыз. Торт пісіратындарға в основном килограммен алған ыңғайлы. 14 теңге бізде разрыхительға шығады. Бұл жердегі шығындар біздің тек қана тестамыздағы шығындар болып есептеледі. 225-ге қосамыз 576-ны, қосамыз 105 теңге ұнымызды, қосамыз 14 теңге разрыхителімізді, 920 теңге. Біздің тестамызды пісіру үшін 920 теңге шықты. Бұл біздің тек қана тестамызға шыққан шығын. Енді біз тортымыздың кремін есептейтін боламыз. Кремімізға бізге қажетті 500 грамм сливки. 500 грамм сливки, 150 грамм сахарный пудра, 250 грамм творожный сыр. Яғни бізде 500 грамм сливкеміз, 500 грамм сливки, белгісіз 1000 грамм 1 килограммда. Так, біз сливкиді сатып аламыз 1750 теңгеге. Қазір 1700. Қараңыздар, 500-ді көбейтеміз 1750-ге, бөлеміз 1000-ға. Яғни 875 теңге бізде сливкемізға шығады. 875 теңге сливкемізға. Енді сахарный пудрамыз есептейміз. Сахарный пудрамыз 150 грамм, белгісіз. Сахарный пудрамыздың килограммы қазір 450 теңге. 450-ді 150-ді көбейтеміз 450-ге, бөлеміз 1000-ға. 67 теңге бізде сахарный пудрамызға шығады. Енді творожный сырымызды есептейміз.
250 грамм творожный сыр. Творожный сырымызды 2750 теңгеден алдық делеге. 250-ді көбейтеміз, 2750-ге бөлеміз 1000-ға. 687 теңге. Енді осыны қосып аламыз. 875 плюс 67 теңге плюс 687 теңге. Бізде кремімізға шығатын шығын 1629 теңге. 1629 теңге бізде кремімізға, және мында тестамызға 920 теңге плюс 920 теңге. Общий біздің тортымызды пісіруға кететін шығын 2549 теңге. Сіз енді бұған қосасыз подложкаңызды. Подложканы 180 теңгеден алсаңыз, коробканы 170 теңгеден алсаңыз, плюс 180 теңге подложка, плюс 170 теңге коробка, 2890 теңге. 99 теңге. В общем, 2899 теңге. Сізде осындай шығын шығып тұр. Ендігі өзіңіздің жұмысыңызды қосасыз, қанша теңгеге бағалайсыз, өзіңіздің пісірген тортыңызға қанша уақытыңыз кетті, соны барлығын қосып шығасыз. Және де торттың сыртын қаптау керек болса, креммен қаптайтын болсаңыз, қанша грамм крем кетті, жәнегі творожный сырыңыз қанша кетті, тура осылай барлығын есептеп аласыз. Жеке-жеке барлығын қосатын боласыз, оформлениеңізді де қосатын боласыз. Мұнда мысалы 2899 теңге, бұл бізде примерно 1,3 килограммдық торттың шығыны. Мінекей достар, біздің тортымызға қанша шығын шығатындығын мен сіздерге есептеп көрсеттім. Видео ұнап, сіздерге пайдам тиіп жатса, комментарий жазып, лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыз.